Үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын, қымбатты бауырластар. Өмірдің қайнар көзі атты біздің кезекті бағдарламамызға қош келдіңіз. Бірде Шығыс сәулесі ұйымының Сенім және өмір деген журналында соңғы $20 деп аталатын мақала жарияланды. Бүгін біз оны сіздерге оқып беруді ұйғардық. Бүгінгі бағдарламамызда не туралы әңгіме болатынын сіз бірден түсінген боларсыз. Шынында да ақша, нақтырақ айтатын болсақ, ақшаға, мал-мүлікке көзқарас туралы әңгіме болады. Сәрсенбі күні кешкісін хор әдеттегідей бәрі дайындыққа жиналды. Үзілісте хордың жетекшісі барлық қатысушыларға қарап, біздің арамызда үлкен материалды қиындықты сезініп жүрген ерлі-зайыптылар бар. Мен сіздердің ешқайсыңызды да ыңғайсыз жағдайға қалдырғым жоқ. Сондықтан аты жөнін айтпай-ақ қояйын. Ақшалай көмек бергісі келетін адамдар дайындықтан соң менің қасыма келсін деді. Біздің хор үлкен болатын. 130 адам бар еді. Біздің жетекшіміз Том мінәжат етуге, материалдық көмекке мұқтаж белгілі бір қауым мүшелері үшін немесе кейде отбасылар үшін оқтын-оқтын көмек сұрайтын. Біз бәріміз Томға сенетінбіз. Егер ол біреуге көмектесуді сұрап тұрған болса, ол бәрін жақсылап, егжей-тегжейлі таразылап, сосын шешім қабылдағанын біз білетінбіз. Ол мұқтаж адамның қиын жағдайы туралы егжей-тегжейлі айтып бермейтіні үшін біз оны өте бағалаймыз. Дайындықтан соң біз өз ноталарымызды орнына қойып жатқан кезде, менің әйелім Сусана маған қарап, біздің арамызда жағдайы бізден де нашар адамдар бар екен. Әмияныңда қанша ақшаң бар деді. Мен әмиянымды аштым. Онда бір $20 және 3 дана $1 жатыр екен. Менде бары осы ғана деп жауап бердім мен. Неге сұрап тұрсың? Білесің бе деді ол. Егер Том осы ерлі-зайыптыларға көмектесуді сұраған болса, біз де көмектесуіміз керек қой. Мүмкін осы $20 бере салармыз. Мен жауап бере алмай, біраз кідіріп тұрып қалдым. Ақыр оған шындықты айтуды ұйғардым. Білесің бе қымбаттым? Мен саған жаңа ғана айттым. Сол ақша мендегі соңғы ақша. Менде шынымен де одан басқа жоқ. Егер біз электр қуаты үшін төлемесек, ертең бізге электр қуатын өшіреміз деп айтқанын сен білесің ғой. Ал біздің банктегі есеп шотымызда еш нәрсе жоқ. Олай болса деп жауап берді менің әйелім. Егер бізде электр жарығын төлеуге ақша болса, онда бұл $20 бізді бәрібір құтқармайды. Біз оларды игі іс үшін бере аламыз. Менің жүрегімде Құдай бізден осыны күтіп тұрған сияқты сезім болып тұр. Мен жаңа ғана дайындық болған бөлмеге келдім. Сол жерде хордың мүшелерінің Томды қоршап тұрғанын көрдім. Біреу ақша беріп жатты, біреу чек жазып беріп жатты. Мен еш нәрсе демей, $20 бердім де дереу шығып кеттім. Үйге кетіп бара жатқанда, менің әйелім қабылдаған шешіміміздің дұрыс екендігін тағы да растады. Біздің бұл ерлі-зайыптыларға көмектескеніміз қандай тамаша болды. Мен басымды изеп, оның сөзін мақұлдадым. Ал өзім қаражат мәселесін қалай шешсем екен деп ойлана бастадым. Біздің жағдайымыз шынында да нашар еді. 3 жыл бұрын біз ең жақын досымыз екеуміз бір шағын фирма құрдық. Бұл өндіріске біз барлық қаражатымызды салдық. Қосымша несие алдық. Әрбір тапқан $1 фирманың пайдасына шешілуі үшін пайдадан да бас тарттық. Тіпті 1 жылдан кейін де біз түсірген олжамызбен мақтана алмадық. Сондықтан менің әйеліме фирмалардың біріне хатшы болып жұмысқа кіруіне тура келді. Алайда оның жалақысын біз әрең дегенде жеткізіп, лаждап күн көретінбіз. Біз өз үлесімізді өндірістегі серіктестерімізге саттық. Алайда олардың ешқандай кірістері болмағандықтан, олар бізге ақшасын төлей алмады. Мен үлкен азық-түлік дүкеніне өкіл болып жұмысқа кірдім. Жұмыс жақсы жүріп жатты. Сондықтан мен 11 айдан кейін банктен несие алып, мәулеттік төлеу арқылы шағын үй алдым. Бірінші жарнаны енді төлеп болған кезде, менің басыма кезекті қаражат қиындығы тап болды. Мен жұмыс істеп жүрген фирма тақырға отырды. Мен тек жұмысымнан ғана айырылып қойған жоқпын, сонымен бірге қарызға кіріп кеттім. Соңғы 4 айда мен өзіміздің материалдық жағдайымызды түзету үшін бірнеше амалдарды қарастырдым, бірақ түк те шықпады. Мен балық саттым,
Сосын тоқылған жиһаз саттым. Бірақ бұлардың бәрі уақытша жұмыстар болды. Ал тұрақты жұмыстың қарасы да көрінбеді. Мен неге кіріссем де жұмысқа қабылдау туралы қанша арыз жазсам да бәрі бекер болды. Сол кеште Том бір ерлі зайыптылар үшін материалдық көмек көрсетуімізді сұрады. Біз әйеліміз екеуміз соңғы ақшамызды бердік. Сөйтіп үйді сатамыз деген хабарландыру бердік. Біздің азық-түлік қорымыз да жоқтың қасы болды. Бізге келген есеп шоттарды төлеуге біздің шамамыз келмеді. Тіпті біздің балаларымыздың біреуіне, институттың студентіне де біз ақшалай көмек бере алмадық. Көлікті сатамыз деп ойладық. Бұл тығырықтан шығатын жолды көрмедік. Бірақ иемізге үмітімізді арттық. Келесі күні таңертең сағат 10-да телефон шылдырлады. Том звондап, сен бүгін таңертең маған көмектесе алмайсың ба? Мен сенің жарты сағат уақытыңды аламын, деді. Мен келістім. Жақсы деп жауап берді ол. Жарты сағаттан кейін мен сені күтемін. Мен кабинеттегі орындыққа жайғасып отырған кезімде, ол маған жазу үстелінің ар жағында отырып кенеттен «Қалың қалай, Чарли? Сусаннаның жағдайы қалай?» «Эх», деп жауап бердім мен, жалтарып. Өйткені, бұл сұрақты ол жай әдептіліктің мәнері болғандықтан қойып отыр деп ойладым. «Бәрі жақсы. Сен жұмыс таптың ба?» «Жоқ, тапқан жоқпын. Ол менің жұмыссыз қалғанымды қайдан біледі?» деп ойладым мен. Менің бастығым фирманың тақырға отырған туралы хабарлаған соң, біз болған жағдай туралы және өзіміздің материалдық жағдайымыз жайында жақын достарымыздан басқа ешкімге айтпаймыз деп ұйғарған болатынбыз. Біз қауымның адамдарының бізді уайымдағанын қаламадық. Бәрін иемізге сеніп тапсырып, ол бізді тастамайды деген үмітпен өмір сүрдік. Ал мінәжат үйірмесінде тек біз үшін мінәжат етуін сұрадық. Сондықтан материалдық қиындықтарымызды қауымнан жасыру қолымыздан келді деп жүрген болатынбыз. Том түсіндіре бастаған кезде менің көзім бақырайып кетті. Сен және сенің әйелің соңғы кездері біз үшін үлкен жарылқау болдыңдар. Сендер бізге өз сенімдеріңнің қаншалықты күшті екенін көрсеттіңдер. Біз үшін тіпті сендер білмейтін көптеген адамдар үшін үлгі куәлік болдыңдар. Бүгін мен саған және сенің әйеліңе сендерді жақсы көреміз және сендер үшін мінәжат етіп жүрміз деп айтқым келеді. Біздің осындай ауыр жағдайымызды иеміз осындай жолмен пайдаланғанын естіген кезде мен қатты таңғалғаным соншалықты көзіме жас алдым. Мен Томға қараған кезде оның қатты абыржып тұрғанын байқадым. Сен маған $20 берген кезіңде менің не сезінгенімді көз алдыңа елестетіп көре аласың ба? Біздің кім үшін ақша жинап жатқанымызды сенің білмейтініңді мен білдім ғой. Бұған қоса, мұндай сома сендерде жоқ екенін мен анық білетінмін, деп сөзін жалғастырды Том. Осы сөздерді айтып ол конвертті алып маған ұсынды. Бұл саған, иеміз бәрінде көріп тұр. Сендерге бұл ақшаны қайтарудың қажеті жоқ. Бәрі жақсы болады. Біз сендерге көмектескіміз келеді. Мен конвертті ашқанда $1,500 чекті көрдім. Мен жылап жібердім. Тек Құдайға алғыс, деп міңгірледім. Электр жарығы үшін төлеп, мен әйеліме телефон соқтым. Біздің кім үшін ақша жинағанымызды сен білмейсің бе? Ол не деп жауап берерін білмеді. Мен көзімнің жасын тие алмай, сен маған сенбейсің, бірақ ақша біз үшін жиналған екен дедім. Сол кезде Құдайға алғысын білдіріп, менің әйелім жылай бастады. Құрметті тыңдарман, бұл оқиға Иса Мәсіхтің сөздерін біздің есімізге салады. Сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Кімнің қарызы жоқ? Кімде қаражат мәселесі жоқ? Біздің көзқарасымыз бойынша бейғам, әрі молшылықта өмір сүреді деп ойлайтын адамдардың өмірінде де қиындықтар болады. Алайда егер біз сенім адамдары ретінде Құдайдың қолына сеніп тапсырып, оған үміт артатын болсақ, онда оның көмегін көретін боламыз. Дәуіт патша көптеген жағдайларды бастан кешірді. Оның өмір баянын киелі кітаптан оқыңыз. Ол былай деп куәлік етеді. Жас та болдым, енді міне қартайдым.
Көрмедім Әділжанның бейшара болғанын, ұрпағының қайыршы боп нан сұрағанын. Иеміз біздің оған үміт артып, мұқтаждықтағыларға көмектескенімізді күтеді. Киелі жазба бізге былай дейді. Бұл жайында сараң сепкен сараң жинар, жомарт сепкен жомарт жинар делінген ғой. Исаның сөздерін тағы да есімізге алайық. Сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойын сұнбайтындар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Сенімен келеді тілдес күн, нағыз жақын жан досы мені. Жоғарыдан сен маған қара, дүрсілін естисің жүректі. Жоғарыдан сен маған қара, дүрсілін естисің жүректі. Сенімен тілдескім келеді, жеңілдеді қайғыларымды. Бұл өмір мені түсінбейді, қашамын саған бар сырымды. Бұл өмір мені түсінбейді, қашамын саған бар сырымды. Тілдескім келеді сенімен, келеді сенімен, өйткені алыста достарым.